бақытты болсын. Ал, қос құдағай. Екеу апалсыңыз жақты қарады. Мына 2 жасқа бізді таныстырып жатқанда, естіп жатқанда, мынау қыз деген өрісті. Біздің өрісіміз келмей жатыр. Құтты болсын. Мынау 2 жас бақытты болсын. Дастархан тек қызықшылыққа жайылсын. Осы 1000 жылдық құдалығымыз арта берсін. Еліміз сау болайық, мынау алдымыздағы үлкен аналарымыз, әкелеріміз аман болсын, осы кісілердің жолын бізге берсін. Енді мынау үйімнен үлкен еді. Құлағымыз өтіп жатырмыз. Мына папамыздың сағыры көтеріліп, келе ғой. Қуаныштың жасы. Қыз беретініз бе жатқан жоқ, алатыныз бе жатқан. Қаламыз құдағай? Қуаныштан давлениесі көтеріліп жатқан шығар. Сахарный Тек осылардың қызын көріп жүрмін. Себепкер 2 жасқа Жандоспен жібек мен кеше айтып Ж2 деп та. Өзім түргеннен түгілме деп, өзім бір көргеннен өзім баламдай жақсы көріп, бәріне айтып жатырмын ғой жаңағы. Ай осындай деп өзі тойдың болғаннан боладысы қызық деп өзімді толқытып жатырмын. Жандостың тұңғышым дейді ғой, менің де тұңғышым жібек. Әрі өзімнің жаңағы папамы жоқ болғаннан кейін сырласым, мұңдасым дегендей барлығы сіздерге құт болып барсын менің қызым. Жаман жерден алғатқан жоқсыздар деп ойлаймын. Жақсы, өздеріңізде бәрін көріп біліп отырсыздар. Аралас қой қоралас дегенде Мұхтар бар дегендей қалай айтқан бұл жағын бұл жақта, бұл жағын бұл жақта. Ортада өзек шоулары болып тұр. айтқан жоқпын еш нәрсе. Бақытты болсын, айтқанда. Осылар бақытты болса, бізде бақытымыз, әр баланың қуанышы, біздің қуанышымыз дейді ғой. Осылар жақсы болса, бізде жақсымыз. Мынау құдамның жылдық болсын, күйеуі жылдық болсын. Мынау балдар күні шүбіні болсын. Одан артық енді тек қана бақытты болсын. Тек қана тойда құдышықта кездесе берейік. Әлі үйдегі ұлы, біздің де үйде бір қыз бар. Құда қаласа сол тойда барлығымыз апалы сіңлідей болып жүре берейік. Сол үшін алып қоямыз енді. Енді құдамен құда көз қағыстырып, құдаға мен құдаға бет жейістіріп қойсын, иә? Қос құда, қошемет. Құдеге, құдаға мен көз қағыстырып қойын. Әрекет, құлақым өрі басында. Енді құдай қаласа қуаныш құдаға айтасыз. Сіздің орныңызға барып төс қағыс келдім. Келдім, бауырымызбен бір төс қағыстырып, осы құдалықтың, құдағайдың басқан печатын, құдамыздың басқан печатын тойға кісерек істеп беріңіз енді. Мына енді қуаныштарыңыз арта берсін, құдалықтарыңыз мәңгілік болсын. Сіздерге көп рахмет, дастархан жайға рахмет. Мына енді нағыз бір-бірімізді құда-құдағай дейтін шаққа келдік. Ал енді құрметті ағайын, орыс орманмен мақтанады, Қытай қорғанымен мақтанады, қазақ халқы ағайын туысқанымен мақтанады. Енді осы жердегі барша қызмет жасап жатқан ағайын туысқандар бір керемет тілек айтсын, сосын Құдай қаласа ас пен тұзға, ұл мен қызға үлкендердің бата сұрап тойға дайындалайық. Ал, апа, өзіңіз бастайсыз ойын. Бақытты болып, үлкен отауы биік болсын. Ені сау болсын. Осындай тек қана үйлеріңізде қылысын. Келіңіздер. Қызмет жасап жүрдік. Бауырлар.
Келіңіздер, қорытындылайық. Құрметті құдалар, себебі 2 жас деп жатырмыз ғой. 2 жас бақытты болсын. Аңсаған армандарына жетсін. Құда 1000 жылдық дейді ғой, ағайын тату болып, сіздерде сыйластық болады. Құдалармен бірге шыққандарыңыз құтты болсын. Тек қана жақсылық болсын. Біздің қыз сіздерге бақ болсын. Құда қаласа кішкентайлы болып, енді бесік тойда жүздесейік. Тек қана той болсын. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Барлық уақытта өстіп төрдегі орындарыңызды жоғалтпаңыздар. Біздің қызымыз сіздердің үйлеріңізге бақыт қуаныш ала барсын. Әрқашанда өстіп тек тойда ғана, қызықшылықта ғана кездесейік. Ендігі жол Құдай қаласа шілдеханаға барайық. Тойдан айырмасын әрқашанда бізді. Сіздердің денсаулықтарыңыз мықты зор болсын. Үлкендеріміз аман болсын, сол кісілердің арқасында бізде аман-есен жүре берейік. Досың болмаса тойға барма дейді, арнайы құдағайларымыздың подружка сырласы. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, жаңағы достар деген бір қауым ел. Бүгін енді бәрі де бір тіршіліктермен болмады, кешке жақын енді Құдай қаласа бәрін көресіздер. Сіздердің негізі мен мына ойлайтын едім, тамады бар, бұл отырған жер, тарақтылар отырған жерде тамады болма деген бір әңгімені еститінмін мен жалпы. Сіздер тарақтың ішіндегі ең момындар екенсіздер. Мен білем, ана Абдатты білем, ана Әбішті білем, күйеу балам бәрі бір керемет тамадылар. Мен енді осы Алла сіздердің балдарыңызда өздеріңіз сияқты момын біздің жібектің жанын түсінетін шығар Құдай қаласа. Сондай Алла ізгі ниетпен келген аяқтарыңызға гүл бітсін. Біздің қызымызды жаңағы біз қызымызды тапсырдық демей қояйық. Біздің қызымыз барған жерінде тұра қалатынына мен сенемін. Өйткені ол Дәукенің оң қолы да барлығы қамқоршысы, ол барлық өмірдің барлық нелерін көрді, қызықтарында бәрін де көрді, өмірдің тағдырдың барлығын тауқыметін көрді. Енді Алла қызымызға тек жақсылықты берсін. Алла алдынан ұялтпасын. Керемет сіздерге келін болсын, қызымыз біздің бақытты болсын. Аман болыңыздар. Рахмет, апа. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын, құрметті ағайын туысқандар. Енді атадан асқан тілек жоқ, батадан асқан тілек жоқ дейді. Лекемей деп, құдаларымыздан үлкендерден бата сұрайық. Дастарханның берекесін берсін, еліміздің саулығын берсін. 2 жас өсіп бақытты болып осылай кең дастарханда кездесе берейік. Аумин.